Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанар Баймырзаева. Бүгін 9 сынып оқушылары үшін химия пәнінен 3-ші тоқсанға арналған ТЖВ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Және де бұл бізде 25 балдық ТЖВ тапсырмасы. Бірінші тапсырма хлор атомының электронды конфигурациясын жазыңыз. Хлор атомы бізде 17 электроны бар. Және 3 энергетикалық қабаттан тұрады. 2 электрон, 8 және 7 электрон. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Галогендерге тән кристалдық тор түрі мен химиялық байланыс типін көрсетіңіз. Галогендерге ковалентті полюссіз байланысты және молекулалық кристалдық тордан. Топта галогендер қасиетін өзгеру заңдылығын болжаңыз. Тотықстандырғыш қасиеті артады. Келесі электр терістілігі кемиді. Келесі агрегаттық күйі фтор мен хлордікі газ, бромдікі сұйық, йодтікі қатты. Келесі 3-ші тапсырма 16-шы топ элементтері мен қасиеттерін сәйкестендіріңіз. Бірінші бізде оттегі типтік бейметалл. Келесі теллур. Металдық жылтыры бар. Халқогендердің атомдық нөмірі өскен сайын оның электр терістіліктері кемиді. Топ бойынша ядро заряды артқан сайын металдық қасиет артады. Күкірттің аллотропиялық түрі өзгерістерін физикалық қасиеті тұрғысынан берілген кестені толтырыңыз. Бірінші кристалдық күкірт. S8. Бұл бізде циклдық молекула. Және бұл сары түсті бізде. Келесі пластикалық күкірт. Пластикалық күкірт бұл күкірт атомдарының шексіз тізбегінен тұрады. Және бұл резеңке тәрізді болады. Физикалық қасиетін жазайық. Келесі тапсырма. Төменде айналымдарды іске асыруға мүмкін болатын реакция теңдеулерін жазайық. Мырышқа күкіртті қосамыз. Мырыш сульфиді түзіледі. Мырыш сульфидіне сутекті қосамыз. Сол кезде сутекті емес, айырасайық. Айыру реакциясына түсейік. Соны түсірейік, сонда мырыш пен күкірт түзіледі. Ары қарай түзілген күкіртке сутек қоссақ, күкірт сутек газы. Ары қарай түзілген күкірт сутек газын жандырамыз. Нәтижесінде су, сонымен қатар SO2 түзіледі. Теңестіреміз. Келесі күкірт қышқылының химиялық өнеркәсіптің наны деп айтады. Қышқылдың ерітіндісіндегі
вакуум түсі қызыл түсті көрсетеді. Қызыл. Күкірт қышқылы мен калий гидроксидінің әрекеттесу реакция теңдеуін жазайық. Көлемі 22,4 литр сутек броммен әрекеттескенде 30 литр бром сутек алынды. Осының шығымын табу керек. Алдымен сутек пен бром әрекеттескен кезде қанша теориялық тұрғыда бром сутек бөлінетіндігін табамыз. 22,4 литр. Теориялық көлем 22,4 көбейту 44,8 бөлу 22,4 болып тұр. Сонда 44,8 литр. Шығым дегеніміз бұл практикалық бөлінген бұл теориялық көбейту 100%. Практикалық есепін берілгенде беріп тұр. 30 литр осыны 44,8 литрге бөліп 100%-ға көбейтеміз. Сонда 66,96% шығады екен. Аммиактың молекулалық формуласын жазыңыз. Немесе NH3. Аммиактың алынуымен қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулеріндегі бос орындарды толықтырыңыз. Бірінші, натрий гидроксидін қосамыз, натрий OH. Мұнда натрий хлор қалған. Келесі азоттан азот қышқылын алу түспегін құрастырыңыз. Азоттан алдымен азот 2 оксид алынады. Одан барып азот 4 оксид алынады. Азот 4 оксидінен барып азот қышқылы алынады. Азот қышқылының кальций оксидімен әрекеттесу реакция теңдеуін құрыңыз. Кальций оксиді кальций О. Нәтижесінде кальций нитраты және су түзіледі. Аммиак пен фосфор қышқылын әрекеттестіріп, аммоний гидрофосфаты тыңайтқышын алуға болады. Осының реакция теңдеуін жазуымыз керек. Аммиак пен фосфор қышқылын әрекеттестіреміз. Сонда бір сутек қалады, гидрофосфаты деп тұр. Бұл кезде реакция теңесті. Келесі қоректік заттар бізде азот пен фосфор. Келесі қоректік заттардың маңызын жазуымыз керек. Бірінші бізде ақуыздар. Бұл ағзаның құрылыс материалы. Келесі көмір сулар. Олар бізде энергия көзі. Келесі темірдің ағзадағы рөлі қандағы гемоглобин құрамына кіреді. Келесі кальций сүйек пен түстің құрамына кіреді.
Сұрақтар болса комментарий бөліміне қойып кетсеңіздер жауап беретін боламын.